Аттен. Аттен аласа болған. Мына шөп ненің нәріктің шөбі ғой да? Иә. Соя емес па? Бар ішінде. Марикалар жақсы екен. Бұлай шөбін қалдырмайды. Көбінде. Қатты грубый екен да. Жер су жоқ, сосын қатып кеткен ғой. Су болмағасын қатып кеткен ғой шөп деген. Су болса мына күшті жұмсақтау болады. Бұл енді су жоқ. Жалпы енді біздің жақтың шөбі грубый ғой. Мынау тачан бес па да? Тачан ғой. Бар. Bir iki yıl bir burada kalmıştı. Burada kalanladı. Мынау шөп, қырдың шөбі. Былтыр өртенген жердің шөбі. Жантақ араласқан екен, şimdi аралас шөп. Шөп. Біздің биылғы бұзаулар 9 бұзау болды. Жазда ақша керек болып 3 бұзауды мамасымен қосып сатып жібердік енесімен. 6-ау қалды. Бұл 6-аудың тек 2-еуін үлкен былтырғы егіздермен қосып бір дақыға қоямыз. Сонда 4-еуі қалады. Қазір малыстау. Өзіміздің жеріміз болмаған соң шөптің бағасы тым қымбат болып кеткеніне байланысты. Анау айтқан тиімді болып тұрған жоқ. Солардың барлығын сәл-сәл семіртіп сатып жіберсек, малдың басын екшеп ұстаймыз.